Ықтималдықтар теориясындағы ең оңай ережелердің бірі ол бізде қосу және көбейту ережелері. Және ықтималдықтың көп есептері осы ережелермен оңай шығады. Егер де бізде есебімізде немесе деген сөз болатын болса, онда оны қосу амалымен алмастырамыз. Ал егер есебімізде және деген сөз болатын болса, онда оны көбейту амалымен алмастырамыз. Бірақ бізде есебімізде немесе және деп тура беріп қоймау мүмкін. Бірақ егер осы есептің сызбасын жасайтын болсақ, онда немесе және сөздерін бірден көруге болады. Тақырып түсінікті болу үшін мен бірден мысалдан бастап кеттім. Бірінші мысалда 3 мерген нысанаға оқ атпақшы. Бірінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдығы 0,7. Екінші мергеннің тигізу ықтималдығы 0,8 және үшінші мергеннің тигізу ықтималдығы 0,9-ға тең. Егер үшеуі де бір-бірден атыс жасайтын болса, онда олардың кем дегенде екеуінің нысанаға тигізу ықтималдығы қанша? Яғни кем дегенде екеуінің. Біз алдымен сызбасын құрастырайық. Мына бірінші мерген болсын, екінші мерген болсын, үшінші мерген болсын. Үшеуі бір-бірден оқ атады. Және кем дегенде екеуі. Кем дегенде екеуі тию керек деген сөз, или екеуі тиеді, немесе үшеуі тиеді деген сөз. Ал енді екеуі тиетін болса, біріншісі тигізіп, екіншісі тигізіп, үшіншісі тигізбеу мүмкін. Немесе тағы бір жағдай бар, екіншісі тигізбей, біріншісі мен үшіншісі тигізу мүмкін. Немесе үшінші жағдайымыз, біріншісі тигізбей, екіншісі мен үшіншісі тигізу мүмкін. Бұл 2 рет тигізу ықтималдығы. Ал енді кем дегенде болғандықтан 3 рет тигізу де осы жағдайға бізге жатады. Яғни 3 рет тигізсе де ол кем дегенде екеуіне кіреді. Демек 3 рет тигіз дегеніміз үшеуі де тигізді. Яғни бірінші жағдай болады, немесе қосамыз, екінші жағдай болады, немесе үшінші жағдай, немесе төртінші жағдай болады деген сөз. Ал енді және. Біріншісі тигізеді, және екіншісі тигізеді, және үшіншісі тигізбейді. Немесе келесі жағдай, біріншісі тигізеді, және екіншісі тигізбейді, және үшіншісі тигізеді. Немесе үшінші жағдай, біріншісі тигізбейді, және екіншісі тигізеді, және үшіншісі тигізеді. Төртінші жағдай, бірінші тигізеді, және екінші тигізеді, және үшінші тигізеді. Яғни осы төрт жағдайдың ықтималдықтарын қосамыз. Алдымен біздер тигізу ықтималдығы және тигізбеу ықтималдығын қарайық. Яғни бірінші мергеннің тигізу ықтималдығы 0,7 ғой. Яғни тигізу 0,7 болса, тигізбеуі бізде 0,3-ке тең. Себебі екеуі бізде бір оқиға. Бір оқиғамыз бізде 1. Яғни или тигізеді, или тигізбейді. Екіншісі тигізу ықтималдығы 0,8 болса, тигізбеуі 1-ден азайтсақ 0,2-ге тең. Немесе үшінші мергеніміздің тигізуі 0,9 болса, ал тигізбеуі керісінше үшіншісі 0,1-ге тең. Ал енді және немесені қойып есептейік. Яғни біріншісі тигізеді, ол бізде тигізуі 0,7. Және екіншісі тигізеді, және көбейту бізде екіншісі тигізеді, яғни 0,8. Және үшіншісі тигізбейді, ол бізде тигізбеу ықтималдығы 0,1. Бұл біздің бірінші жағдай. Немесе, яғни қосамыз. Біріншісі тигізеді 0,7. Және екіншісі тигізбейді, яғни екіншісінің Q-ін аламыз. Және үшіншісі тигізеді, ол бізде 0,9. Немесе үшінші жағдай болуы мүмкін. Біріншісі мергеніміз бізде тигізбейді, демек 0,3, және екіншісі мен үшіншісі тигізеді. 0,8 және 0,9. Немесе төртінші жағдайымыз үшеуі де тигізеді, яғни үшеуі де P. Сонда 0,7 көбейту 0,8 көбейту 0,9 тең. Енді бұны есептеу тезірек болу үшін мен калькуляторды қосып қойдым. Тезден есептесек. Біріншіміз бізде 0,7 көбейту 0,8 көбейту 0,1. Яғни 0,7-ні 0,8-ге сосын 0,1-ге көбейтсек. Қазір қайтадан көбейтем. 0,7 көбейтесің 0,8 көбейтесің 0,1. Ол бізде 0,056-ға тең. 0,056-ға тең.
немесе яғни қосамыз мына жүйені көбейтейік. 0,7 көбейту 0,1, то есть басынан бастайын. 0,7 көбейтесің басынан. 0,7 көбейтеміз 0,2 көбейтеміз 0,9. 0,126. Немесе үшінші жағдайымыз 0,389. 0,3 көбейту 0,8 көбейту 0,9. 0,216. Және қосамыз төртінші жағдайымыз 789. Яғни 0,7 көбейтесің 0,8 көбейтесің 0,9. 0,504. Демек, енді осы төрт жағдайды қосатын болсақ, 0,504-ке қосамыз 0,216-ны. Қосамыз 0,126-ны және қосамыз 0,056-ны. Демек, бізде 0,902 шықты. Яғни үш мерген бір-бірден атыс жасаса, оның кем дегенде екеуінің тигізу ықтималығы 0,902-ге тең. Енді келесі септе былай дейді: Заринада 4 түрлі жейде, 3 түрлі белдемше деген юбка, және 2 түрлі шалбар, және 5 түрлі көйлек бар. Зарина мектепке қанша түрлі тәсілмен киініп бара алады? Бізде бұл жерде жей деген рубашка ғой. Рубашкамен юбка кию мүмкін, немесе рубашкамен шалбар кию мүмкін, немесе жай ғана көйлек кию мүмкін. Яғни жейде және белдемше, немесе жейде және шалбар, немесе жай ғана көйлек. Яғни жейдеміз 4 және белдемше, немесе жейдеміз 4 және 2 түрлі шалбар, немесе жай ғана көйлек киеді. Яғни 4 үшім 12, қосамыз 4 2 8, 8-ге 5-ті қосатын болсақ 13, 25. Яғни мектепке 25 түрлі тәсілмен киініп бара алады. 25 әр түрлі киімі бар. Ал енді мен мына жақта кітапта мысалдар келіп қойдым. Бұл негізінде қосу көбейту ережелерімен шықпайды, бірақ мен сол ережемен шығарамын. Сосын жауабын тексеріп көреміз. Бірдей шығу керек бізде. Былай дейді: колодада 36 карта бар. Одан кез келген 3 картаны суырып алынды. Және ол карталардың ең болмағанда біреуінің тұз болу ықтималығы. Бұл жақта біздер 2 түрлі тәсілмен шығарып көрсетем қазір. Ең болмағанда біреуінің тұз, яғни 1 тұз болу мүмкін, 2 тұз болу мүмкін, немесе 3 тұз болу мүмкін. Яғни 1 тұз болу мүмкін, бірақ біздер 3 карта шығарамыз ғой. Яғни біріншісі тұз болып шығып, екіншісі және үшіншісі болмау мүмкін. Біріншісі шықпай, екіншісі шығып, үшіншісі шықпай қалуы мүмкін, немесе біріншісі шықпай, екіншісі шықпай, үшіншісі шығуы мүмкін. Бұл бізде 1 картаның ықтималығы. Ал егер 2 тал тұз шығатын болса, яғни біріншісімен екіншісінен шығып, үшіншісінен шықпауы мүмкін, үшіншісімен екіншісінен шығып, біріншісінен шықпауы мүмкін, немесе ортасынан бірінші, то есть екіншісінен шықпай, 1 мен 3-тен шығуы мүмкін. Бұл 2 тал тұздың шығуы. Ал немесе үшеуі де тұз шығуы, ол бізде былай болады. Яғни үшеуі де тұз шығып тұр деген сөз. Ал енді осыны ықтималдығын табайық. Осылардың біреуі болатын. Мынау шығады, немесе мынау, немесе мынау, немесе мынау, немесе мынау деп барлығын қарап шығамыз. Бірақ мұны шығарудың оңай жолы бар. Қазір көрсетемін. Бізде өзі барлығы 36 карта, біріншісі шығады деп тұр. 36 шығады деп тұр. Яғни бізде 4 тал тұз карта, соның біреуі шығады. Яғни 36-тан 4 шығуы. Және екіншісінде бізде біреуін алып тастадық қой. 35-і қалды. Және оның бізде өзі 4 тұз, қалғаны 32 карта. Және сол 32-ның біреуі шығады. Және қалғаны 34 карта қалды. 3 рет шығарамыз ғой. Бізде біреуі 32-ның біреуі кетіп қалды, қалған 31 қалады. Бұл бізде бірінші ненікі. 1 тал тұз шығу мүмкіндігі. Ал енді екіншіміз тура осы біріншісінен шықпау мүмкін. Яғни мынау 32 картаны біреу болып қалуы мүмкін. Екіншісінен шығады,
Бізде 35 карта қалды. Содан 4 картаның біреуі шығады. Яғни 4 тұздың біреуі шығады. Және бізде тағы 34 карта қалды. Оның бағана 32 бізде 32-ден біреу кетіп қалды ғой. Қалған 31 қалды. Байқасаңдар, мына жерде 4, 32, 31, мына жерде 32, 4, 31, үшеуі бірдей. Бөлімдерде бірдей. Немесе үшіншісін алатын болсақ, тура осылай біріншісінен шықпайды. 32 көбейтесің және болады. 35-тен біреу кетіп қалды, 31 қалды. Және үшіншісінен шығады, яғни 34-тен төртеуінің біреуі ілінеді деген сөз. Бұл бізде бірінші жағдай. Бұны үшеуін жеке-жеке есептемей, мен мына жерде мысалы 32, 4, 31 болып тұр, 32, 31, 4 болып тұр, 4, 32, 31 үшеуі бірдей болып тұр. Бөлімдерде бірдей, яғни мен мынаны көбейтемде 3-ке көбейте саламын. Яғни мына қасындағыларын қазірше өшіре тұрайын. Мына жаққа көбейту 3 деп қояйын. Ал енді көбейтейік. Бөлімінде 36 көбейтесің 35 көбейтесің 34-ке. 42.840. Ал алымында 4 көбейтесің 32 көбейтесің 31 және көбейтесің 3-ке. Соңғы үшімізге. Сонда 11.904 шықты. Бұл біреуінің түсу ықтималығы. Ал енді екі тал тұз түсуінің ықтималығы. Біріншісі түседі. 36-ға 4 картаның біреуі ілінеді. Және бізде 35 карта қалды, және 3 тұз қалды, сол ілінеді. Және бізде 34 карта қалды, бірақ жаңа 32-міздің біреуі түседі деген сөз. Яғни біреуі тұз емес. Бұл жерде негізі тура осындай 3-ке көбейте салсақ болады, үшеуі бірдей шығады. Бізде қайттан 36 көбейту 35 көбейту 34 тура мынау сияқты 42.840 болады. Ал алымын көбейте салайық қайттан. 4 көбейту 3 көбейту 32 көбейту 3. 1152. Енді біздің үшінші жағдайымыз үшеуі де бірден тұз түсуі мүмкін. Яғни 36-дан төртеуінің біреуі түсуі мүмкін. Және 35 карта қалды, соған 3 картаның 3 тал тұздың біреуі түсуі мүмкін. Және 34 карта қалды, бізде 2 тұз қалды, соның біреуі түсуі мүмкін. Сонда бұл бізде 3-ке көбейтпейміз, себебі бір-ақ жағдай. 36, 35, 34, бұл бізде қайттан 42.840. Және 4 көбейтпей қойсақ, 4-12, 12-не көбейтсек 24. Ал енді бізде мына жағдай болуы мүмкін, біреуі түсетін, немесе мына жағдай болуы мүмкін, немесе мына жағдай. Яғни біздер үшеуін қосуымыз керек. Үшеуін қосатын болсақ, бүйте салайын. Бөлімдері қала береді бізде 42.840. Так, 840. Ал енді алымдары қосып кетеді. Бөлімдері бірдей болғаныз, алымдары қосып кетеді. 11.904. Оған қосамыз 1152-ні. Оған қосамыз 24-ті. Сонда 13.080 болды. Ал енді 13.080-ді бөлейік. Бөлеміз 42.840-ке. Бізде сонда жуық шамамен тең емес, менде бира тең болады. Сонда шамамен 0.305 екен. Яғни 36 карта алып тұрып, оның кем дегенде біреуінің тұз болу ықтималығы 0.305-ке тең. Ал енді мен мына жерде мына есептің көрсетейін. Шығару жолын көрсетейін. Бұл мысалы бізде. Міне. Яғни бізде де тура осындай 0.305, 30-53 десек болады. Осындай жағдай шықты. Бұны біздер мысалда ықтималдықтар арқылы шығарған, то есть комбинаторик арқылы шығарған, бірінші тәсілмен, екінші тәсілмен шығарған. Мен қазір екінші тәсілді түсіндіріп жіберейін. Екеуінде де бірдей мән, және менде де бірдей мән шықты. Мен мынаны қайтадан жауып қояйын. Сонда үшіншісі бізде мынандай жағдай.
Бізде үшеуінің түсу ықтималығы бізде жалпы оқиға ол бізде бір ғой. Мен мынаны өшіре тұрайын. Скриншот жасап алайын да, егер керек болса. Неге алынбай қалды? Қазір алып тастайын. Ал енді сендерге тағы бір жағдай көрсетейін. Бізде бір деген бізде жалпы оқиға, одан алып тастаймыз. Бізде ең болмағанда біреуінің деп тұр ғой. Бұл бізде ең болмағанда деген бөлек ереже бар. Ол бізде бір жағдайдан алып тастаймыз, мүлдем түспейтін. Мысалы, мүлдем карта түспеуі мүмкін. Бізде яғни Q1 көбейтілген Q2 көбейтілген Q3. Біріншіде түспейді, екіншіде түспейді, үшіншіде түспейді. Яғни бізде біріншісі ол бізде қанша? 36 картаның 32-сі. Екіншісіне 35 карта қалады, тағы сол 31-дің біреуі түседі, тұз еместің. Және 34 карта қалады, оған 30 карта қалды. Соның біреуі түседі. Бірде-бірі тұз түспеді деген сөз. Осыны біздер бірден азыта саламыз. Бір оқиғадан. Яғни бізде бір оқиға, одан алып тастаймыз, бірде-бірі түспеуін. Ал бізде егер де есептің шартында ең болмағанда біреу деген сөз болса, онда бір азайту деп тұрып, 3 тал кері жағдайды ала саламыз. Сонда бізде бөлімінде жаңа қанша еді? Қайттан жаза салайын, 36 көбейтесің 35 көбейтесің 34. 42840. Және 32 31 30. 32 көбейту 31 көбейту 30. 29760. Мен мынаны ондық бөлшекке айналдырып алайын. Ол үшін бөлім керек. Бөліміне бөлемін 42840-қа. Сонда бізде шықты 0,694. Сонда бірден 0,694-ті азайтсаң, бізде шығып тұр қайттан 0,3055 шығып тұр. 0,3053 шығып тұр. Сонда біздер ең болмағанда біреу деген кезде осылай бір азайтылған деп тұрып, 3 тал кері жағдайды ала саламыз. Ал енді 5-ші мысалға қарайық. 5-ші мысалда тура осылай қазір шығарамыз. Одан кейін есептің, мысалдың шешуін қараймыз да жауаптарын салыстырамыз. Бұлай дейді, өндіріс практикасы үшін 30 студентке Шымкенттен 15 орын, Қостанайдан 8 орын және Ақтөбеден 7 орын бөлінген. Белгілі бір 2 студент үшін практиканы өтуге бір қалаға бару ықтималдығы қандай? Яғни біздер 2 студент таңдаймыз және екеуі бір қалаға бару керек. Бізде өзі жалпы 30 студент, 15 орын бар Шымкенттен, Қостанайдан 8 орын бар және Ақтөбеден 7 орын бар. Біздер 2 оқушыны таңдаймыз. Біздерде мысалға 30-дың мына 15-ін таңдауымыз мүмкін, бірінші Шымкентке, екіншісі де солай. Бізде бірақ 29 орын қалды және бізде 14 адам қалды. Демек бұл біріншісі Шымкентке, бірден 2 мысалға студенттің де Шымкентке бару ықтималығы. Немесе бізде екеуі бірде деп тұр ғой, демек екеуі де 8, екеуі де Қостанайға бару мүмкін, екеуі де Ақтөбеге бару мүмкін. Немесе 30-дың бізде 8 орын, яғни мына жақтың 8 болуы мүмкін, және 30-дың, 30 емес, жаңа бір не кетіп қалды ғой, 29-дың 7-сі. Немесе үшеуі де бізде Ақтөбеге бару мүмкін. Яғни 30-дың мына билет түсу мүмкін бізге, то есть не бізде орын, мына орын түсу мүмкін 7, немесе 29-дан 6. Осы үшеуін есептесек, бізде үшеуінің де бөлімі 30 көбейту 29. Бізде енді калькулятормен қайттан есептейік. 15 көбейтемін 14. 210 қосылған 8 жетім бізде 56 ма? 8 көбейтілген 7. 56 және 7 алтын бізде 42. Үшеуін қосайық.
210-ға қосамыз 56-ны, қосамыз 42-ні. 308 бөлеміз жаңағы бірінші бөлік 30-ға, яғни бөлеміз 30-ға, тағы бөлеміз 29-ға. Сонда бізде жауап шығады. Мына қайттан 30-ға бөлдім, сосын 29-ға бөлдім. Демек, бізде 0,35-40 шамамен 0,3 немесе 0,35-ке тең. Ал енді осы есептің шешуін көрейік. Не? Тұр осы 30-дан 29 14 деп тұр. 30-дан 29 8 мен 7 деп тұр. 30-дан 29 7 мен 6 деп тұр. Бірақ бұл жерде бізде терумен шығарған. Яғни 30-ның екісін аласында, бірақ 15-дің екісі деген сияқты. Бұл бізде басқа ереже шартты деп аталады. Немесе мен сияқты шығарған міне үшеуінікін қоса салған. Сонда 0,34, яғни 354 шығып тұр. Бізде де сондай сан шығып тұр міне. Ал енді үшінші есебімізде кездейсоқ алынған екі орынды санның, яғни екі таңбалы санның 2-ге немесе 5-ке еселік болу ықтималдығы қандай? Бізде екі орынды сан, ол бізде екі таңбалы сан, ол бізде 90 тал. Ол бізде 90 тал. Және олардың ішінде 2-ке бөлінетіні жартысы, яғни тақсымдар, жұпсандар ол 2-ке бөлінеді ғой. Яғни олардың 45-і 2-ке бөлінетін сандар. Ал енді сол 90 санының 5-еуі, то есть 5-ке бөлінетін сандары, яғни бізде әр 5-еу сайын бөлінеді ғой. Яғни 90-ды 5-ке бөлсек 18. 18-і бізде 5-ке бөлінетін сандар. Бірақ бізде кейбір сандар бар, 2-ге де 5-ке де бөлінеді. Ол бізде мысалы 10, 20, 30, 40 деген 2-ге де 5-ке де бөлінеді. Яғни мынау жаңағы 10, 20, 30, 40 деген сандарымыз 2-ге де кіріп кетеді, 5-ке де кіріп кетеді. Сол үшін біздер біреуін алып тастауымыз керек. Яғни бізде 10, 20, 30, 40 деп 9 тал 10-ға бөлінетін сан бар. Соның біреуін алып тастаймыз. Себебі ол мына жақтарда есептеліп тұр, мына жақтарда есептеліп тұр. Яғни бізде мына 90-ның 45-і түсуі мүмкін. Немесе мына 90-ның 18-і түсуі мүмкін. Бірақ бізде екі рет есептелген үшін бір рет алып тастаймыз. 90-ның 9-ын алып тастаймыз. Сонда бізде жауап 90-нан 45-ке 18 қосамыз. Одан алып тастаймыз 9-ды. Сонда 54 шықты. Ал 54-ті енді бөлеміз 90-ға. 0,6. Яғни кез келген екі таңбалы санды алсаң, оның 2-ге немесе 5-ке бөліну ықтималдығы 0,6-ға тең. Ал енді осы типтің шығару жолын қарайық. Міне. Бұл жерде осындай 90-нан 45, немесе 90-нан 18 және 90-нан 9. Яғни бұл 10-ға да бөлінетін сандар, 2-іне де бөлінетін сандар. Сонда бізде бұны біздер қысқарта салғанда 0,5 қосылған 0,2 азайтылған 0,1 деп жаза салған. Сонда бізде жауабы 0,6 шығып тұр.